Мұғалім телефонды алып қоюға хақысы жоқ, дейсіз бе? Ал жасасыз. Өзбекстан Республикасы Конституциясында білімдендіру шөлкемі аймағында һәм аудиторияларында телефоннан пайдалану тәртібі белгіленген. Білімдендіру шөлкеміне келгенде әрбір тәлім алушы, педагог қанеге һәм басқа да шақстар телефонын өшіруі, дауыссыз режимге қоюы, сонымен бірге сумкаларында сақлауы керек. Оқушы студенттерге төмендегілерді істеу мүмкін емес. Телефонды мойнына ілдіріп алу, қойын ямаса көкірек қалталарына салу, шалбар юбкаларын қалтасына салу, телефонды стол үстіне қою, телефоннан фото, видео һәм басқа да материалдарды көрсету, атрапындағыларды фото һәм видеоға алу, телефоннан календар, калькулятор, диктофон сияқтылар үшін пайдалану, телефон арқылы сөйлесу, хабар, ММС, СМС сияқтыларды жіберу һәм музыка тыңлау, сол үшін наушниклерден пайдалану. Тек қана тикарлы һәм кешіктіріп болмайтұғын себеплер һәм айрықша жағдайлар уақытында ғана телефоннан пайдалануға рұқсат етіледі. Сонымен бірге білімдендіру шөлкемнің әр қандай педагог қанегесі һәм басқа да қанегелер сабақ уақытында телефоннан пайдалану құқығына ие емес. Ал жоғарыдағыларды бұзғалық үшін қандай жауапкершілік бар? Ескерту, күнделік дәптеріне жазу, ата-аналарын һәм жақынларын ескерту үшін шақыру. Бұл низам талаптарын бұзған студенттерге жоғары оқу орнының ішкі тәртіп қағидаларына муафиқ шара көріледі. Низам талаптары бұзылған жағдайда оқу орнының әр қандай педагог қанегесі телефонды алып қоюы, білдіру рәсмилестіру һәм оны телефонменен бірге оқу орнының басшыларына, орынбасарына, соң ата-аналарына ескерту үшін беру құқығына ие.